Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Жотам, жағдайларың қалай? Міне осы көптен күткен бізде обновлениенің трейлерлері болып жатыр. Мен бүгін сендерге обновлениенің үшінші трейлерін көрсететін боламын. Алдыңғы видеода мен ауырып қалып онша сөйлей алмай, озвучка онша болмады. Оған кешірім сұраймын. Бұл енді үшінші часть. Осындай трейлердің үшінші частімен сендерге полностью қандай нәрсе шығатынын барлығын барынша айтып беруге тырысамын. Ал кеттік. Ал енді бұл видео менде реакция, енді осы обновление видеосын мен де бірінші рет көріп тұрмын. Негізі көргем, просто полный дұрыстап көрмедім. Енді осы видеоны көріп мен өзім реакциямды айтамын. Ол реакция сендердің де реакцияларыңа сәйкес келуі мүмкін. Ал кеттік. Ал бізде видео осылай басталды. Негізі видео бағана басталып кеткен. Бізде мына жерде көріп тұрғандарыңдай мына екі команда бір-бірімен төбелесіп отыр, топ шығып жатыр. Мына командада Узот деген админ командасы, екінші жақта по идее фиолетовый мен мынау Шафи деп ойлаймын мен. Бізде мына жерде көрсетіп жатқан новый фрукт деп ойлаймын. Новый фрукт или бізде резак фруктың реворк түрі деп ойлаймын. Бірақ олай шанс аз, енді 50-50%. Бізде резак фрукты да шығуы мүмкін или осындай реворк болуы мүмкін. Ал мен сендерге осындай бірінші видеосынан бастап қандай нәрсе қалай өзгеретінін айтып бере салсам қызық болмайтын сияқты. Так что мен бұл видеоларды пропустить етемін и қалай бізге обзор жасап жатқанын соны көрсететін боламын. Кеттік. Ал бізде новый меч шығады, осындай драконий сердце деген, драгон херт деген. Өздерің көріп тұрғандарындай сендерге де ұнаған шығар деп ойлаймын. Өйткені бұл енді по идее PvP-ға нормальный меч деп ойлаймын. Өйткені бірақ эффектісі көп, мешать етуі мүмкін PvP-ға. Осындай драконий эффект, бірақ эффектісі базы жоқ, маған ұнады. Бұл бізде көріп тұрғандарындай Z кнопкасы, Z скиллы. Ал бізге енді екінші скиллін көрсет. Менде негізі көрмей тұр екінші скиллның аты. Бізде екінші скилл осындай. Мен негізі бұның слифтарын көргем, бірақ бұны меч деп ойламадым, драгон деп ойлап жүргем. Ал бізде келесі меч. Ал бізде келесі шығатын новый оружие драконий шторм деген миниган. Бұны енді қалай аладым мен білмеймін. Обновление шыққаннан кейін көретін боламыз. Негізі былай қарап тұрсаң, түріне қарасаң алу қиын сияқты, бірақ зор енді, бірақ донатқа шықпаса болды. Енді бұның атқанына мен өзім бір видео шығарған болатынмын. Звук сәйкес келе ма? Қараңдар қазір. О, нет, Филос! Тыщ, обоюдно! Тыщ! Творожок, тыщ! Тыкли, тыщ! Бассейн, тыщ! Я всех победил, Осындай звукпен зор кетеді екен бұл миниганға. Сендерге осы миниган ұнаса, онда лайк басып кетіңдер. Если ұнамаса, онда комментке жазып кетіңдер. Ұнамады или ұнады деп лайк басып кетіңдер. Сосын подписка жасап қойыңдар. Бұл, если менде көп подписка болса, менде көп видео шығатын болады. Так что кеттік, обзорға кеттік. Бізде бірінші скилл Z, драконий каскейт дейді. Переводын енді өкінішке орай мен білмеймін. Осындай бізде Z скиллы осындай. Ал бізде келесі скиллы қандай болады екен? Қазір көреміз. Бізде келесі скиллын тез көрсетсе болады. Бізде осындай екі мүйіз шығады и осылай атаковать етеді. Негізі былай қарап тұрсаң комбоға онша сәйкес келмейді ау. Бұмен только андай крысовать етіп біреулерге мешать етуге әдемі сияқты бұл оружие. Ал біз келесі мечке келесі мечке или оружиеге обзор. Мен мечке обзор күтіп отырсам, сөйтсем бізде драгон талонға реворк жасап тастапты бұл админдар. Ё-моё, мен алдыңғы видеода айтып едім драгон талонға реворк шығады деп. Мен айтқанымды естіп солар шығарған шығар походу десең. Мен негізі білгем драгон талонға реворк шығатынын, өйткені дракондар вообще драконий обновление болады бұл жерде. Ал бізде көріп тұрғандарындай кликтің қалай өзгеретінін көрсетті бізге. Сосын бізге қалай Z атакасын қалай өзгеретінін көрсетті. Ё-моё, эффектісі пиздец подойды, анан ұшып жүрген менде. Ал бұл эффектісі енді маған ұнады. Қолда эффектісі да ұнады. Былай қарап тұрсаңдар, ана Free Fire'да огненный кулак бар емес пе, соған ұқсайды. Тура соған ұқсайды. Мынау скилл вообще тема енді. Бізде баяғыда негізі драгон талон онша емес еді, енді вообще тема өзгеріп тастады. Сендерге осы драгон талон ұнады ма? Если комментарийге жазып кетіңдер, сендерге қайсы реворк, қайсы мечтің реворк или
оружие кандай фруктың реворкы кайсысы сендерге катты унады и сону жазып кетиңер комментке. И мен сосын өзүмдүн алдыңғы аккаунтым бар емес пе осы дамыткан, мен осы ютубка салдым ғой с нуля дамыткан аккаунтым. Соны ойнатсам ба конкурс деп или ойнатпасам ба соны ойланып жүрмүн. Если ойнат десеңдер комментарийге онда жазып кетіңдер. Бізде X скиллы осындай, драконның түрі вообще тема енді. Енді біздің күткенімізді оправдать етті, енді мына скиллдарды жасау оңай емес. Оның еще бірақ админ жасаған жоқ па бұны, бірақ разработчик. Шафи деген разработчик осының барлығын бір өзі істеп шықты, походу мен солай ойлаймын. Енді бұның бәрі тема. Ал бізде келесі басқа да көп нәрселерге обзор болады. Мысалы сайт дейді, мысалы отырып если X-ті басып тұрып па, X-ті басып тұрып удерживать етсеңдер осылай мынандай скиллдің үстіндегі драконға мінесіңдер да сөйтіп покататься етесіңдер. Негізі кайф скилл. Маған драгон талон ұнады. Енді бізде осы драгон талонның қасына шарк мен каратеге реворк қосса вообще тема кететін еді. Енді ол келесі обновлениеде болады деп ойлаймыз. Ал кеттік келесі нәрсеге обзор. Ал енді бізде новыйдан фрукт или бізде резак фруктының реворкы. Қалай деп ойлайсыңдар? Резак фруктының реворкы деп ойлайсыңдар ма? Или новый фрукт деп ойлайсыңдар ма? Если новый фрукт шықса, онда без понятия бұл қандай персонаждың фрукты болуы мүмкін. Вообще көбісі енді түсінбей жатыр. Бұл реворк или новый фрукт. Сендер қандай деп ойлайсыңдар? Бізде X, Z скиллы осылай типа торнадо істейді и өзімен әкетіп қалады. Негізі бізге объяснительный дұрыс көрсетсе болады. Мынау бізде екінші скиллы. Мынау екінші скиллын көрдіңдер ма? Онда резак фрукты, бұл походу резак фрукты скиллдарын қарасаңдаршы. Сендер онда резак фруктың перманент түрін аласыңдаршы қазірден. Бұл енді қымбаттап кететін сияқты резак фрукт. Өйткені ода резак фрукт деген негізі кайф фрукт қой, ондай сендер мешер кесе алмайды, анау істей алмайды. Осының перманент түрін сендер донат жасап сатып алыңдар. Или сендер маған жазсаңдар болады, мен сендерге алуға донат жасап алуға, если ақшаласын берсеңдер болады, алуға көмектесемін, сендерге алып беремін өзім. Негізі обновление шықпай жатып тез дамаңдар. Кайф екен, өздерінің обзорын көріп тұрсыңдар, мен сендерге айтпасам да. Сендерге де ұнады деп ойлаймын. Енді мынау, точно мынау резак фрукт қарсаңдаршы, сендер ол кесе алмай жатыр. Резак фрукты, значит. Тема енді мынау реворк маған ұнады. Қалай ойлайсыңдар, сендерге де ұнаған шығар. Так что тез барып резак фруктын сатып алыңдар, сатып алмасаңдар маған жазыңдар, мен сендерге алуға көмектесемін. Маған телеграмға жазсаңдар болады. Любой вопрос, любой кейінбас, аккаунт, фрукт барлығын сатып алсаңдар болады. Ал бізде келесі даймонд фрукты, алмазный фрукт. Ё-моё! Вообще админдердің іші пысқаннан алмазный фруктқа шейін реворк жасап тастаған ғой. Мына жерде бізге репиндердің өзі обзор көрсетіп жатыр. Осылай трансформациясын бассаңдар арқаларынан екі алмаз шығады. Мен соңына эффекция қарап тұрсаңдар алмаздар шашайды. Енді ценасын оправдать ететін шығар деп ойлаймыз. 800-қа тұратын еді, не болды 800-қа тұрады деп барлығына қызығады. Міне осындай реворк шықты. Бұның да енді білмейміз, енді бұның характеристикасын өзгертуі мүмкін. Будда сияқты урон аз жейтін шығар, енді вообще аз жейтін шығар. Енді реворк шығарғаннан кейін енді мықты болады деп ойлаймын фрукты. Мына көріп тұрғандарындай X скилл деген бит. Ё-моё, мынау вообще қатырып қоятын сияқты ғой X скиллмен қатырып қойып сонда комбоға да барлығына да зор кететін сияқты бізде. Көріп тұрғандарындай барлығы тема кетіп отыр. Ал бізде C скиллы осылай мынау не істеп отыр өзі, бүйтіп қатырып қойып жатыр ма? Мен вообще түсінбей жатырмын, админдар ё-моё дұрыстап бүйтіп қашып мына обзор көрсетсе болады ғой, бізге загадочный қылып көрсетіп қойып жатыр. Ал бізде тағы да V скилл бар сияқты, V осылай жан жақтан осылай кристалдар шығып, алмаздар шығып, өйстіп қатыра ма, или урон іше ма, или хил бере ма, походу сондай. Маған енді алмазный фрукт ұнады. Менде алмазный фрукт дофига жатыр, енді инвентарда маған керек емес еді, енді керек бола бастады. Ал біз келесі, негізі бізде обзор бітті осымен. Енді бізге қалай біраз нәрсе көрсет қазір. Көресіңдер өздерің, кеттік. Ал енді бұл обновление қыста шығады.
кышта чыккан менен осындай эффект, кардын эффектиси менен бирге чыгарат деп ойлойм. Өйткөнү бизге карды көрсөтүп атыр. Осылай кар жауып турган жакта эми Блоксуртта негизи мага унаады бул эффект. Кар жауып турган деген зорго. Биз ана жерде факелдерди косто. Бул энди мен калай ойлойсуңдар, сендер калай ойлойсуңдар? Мен буну 100% дракондун расасы деп ойлойм. Дракон расасын калай алатын жерин анау мынау көрсөтүп атыр деп ойлойм. Негизи понятно сыяктуу. Бизди осулай репиндирап кетип бара жатыр. Андай NPCларга и ушундай бир квесттер орундап атыр. Бул квестти энди баардыгыбыз оңдойбуз. Дракон расаны баардыгы алысы келет. Мына энди бир аз нерсени жылжытып атыр энди. Факелдерди алып тастап атыр. Жаңа койбойт, енді кайттан алып тастап атыр. Тотуш қазір барынша мен сендерге айтып көрөм не істеп атканын. Так факелдердин баардыгын ажыратып тастады, сосын красный біреулерді кулады бетине и ак портал ачылды. И мынандай не замок сыяктуу бир нерсеге келди да и расаны алды походу. Ал осымен видео бітті. Барлықтарыңа видеоны көргендеріңе рахмет. Содан кейін лайк басып, коммент жазып, бәрін жазыңызшы. Коммент деген маған ұнайды негізі. Содан кейін аккаунт, фрукт, геймпас не бар өзі, блоксрут или басқа да ойындар, фиш, анау мынау, роблокста қандай ойындар бар. Солардағы бір нәрселер сатып алуларың келсе, онда маған жазсаңдар болады телеграмға. Телеграмды қазір көрсетемін. Ал все, давайте барлықтарыңа удачи, обновление скоро шығады, осы қыста шығады. Походу осы Новый год шығады деп ойлаймыз. Ал давайте